Сәлем менің оқырмандарым, бүгін сіздермен асқазанға жеңіл әрі дәмді саңырауқұлақтан сорпа дайындайтын боламыз. Алдымен суық суға тауық филесін, оған лавр жапырағын қосып, тұз бұрышымызды сеуіп 20-25 минут қайнатып аламыз. Етіміз дайын, дәл осылайша шығарып аламыз. Егерде сорпамыздағы суымыз азайып қалса, қажетінше қосып, үстіне тұз сеуіп, қайтадан қайнатып аламыз. Саңырауқұлағымызды тазалап жуып дайындап қойдық, 4 бұрышты қылдырып картопымызды турадық. Ендігі сәбізімізді ірі турауыштан өткізіп аламыз және бір пиязды да турап қоямыз. Саңырауқұлағымызды табаға дайындап қойдық. Келесі кезекте сорпамызға картопымызды салып, жартылай дайын болғанша қайнатамыз. Отымызды басып қоямыз. Келесі саңырауқұлағымызды дайын болғанша пісіріп аламыз. Ендігі плавленый сырымызды дайындап аламыз. Бөлек ыдысымызға салып, оның үстіне 2 ожау сорпамызды қосып араластырып қоямыз. Саңырауқұлағымызды суы тартылғанша осылайша араластырып, пісіріп, міндетті түрде араластырып отырамыз. Отымызды баяу қылдырып, сары майымызды қосамыз. Жақсылап қуырып, ендігі оның үстіне пиязымызды қосып, шамасы 3-4 минут қуырып аламыз. Келесі сәбізімізді салып, үстіне тұз сеуіп, шамасы 3-4 минут қуырып аламыз. Ендігі сорпамызға плавленый сырымызды қосамыз. Және тауық етін сорпамызға қосып, бәрін біріктіріп араластырып, үстіне саңырауқұлағымызды қосып, бір қайнағанша, осылайша сорпамыз дайын болды, ас болсын.